Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен қыш құмырада өз соғына бұқтырылған ет пен картоп дайындаймын. Бізге керамика ыдыс керек және турап алдын ала жуылып алған 200 грамм ет, 3 картоп, 1 пияз, 2 сәбіз, мұздатылған болгар қызыл бұрышы, қара бұрыш, лавр жапырағы және тұз, паприка, кептірілген укроп, сосын су керек. Етімді аздап тұздап алам. Шамалы паприка сеуіп жіберем. Араластырып, атысыма бірінші етті салам. Қара бұрышымды салып, паприкадан аздау салып, укроп салам. Енді пиязымның жартысын салам еттің үстіне. Қалған кейін картоп сәбіздердің үстіне салам. Осылай біртіндеп сәбіз, картоп, аздап тұз себем. Қызыл болгарымды салам. Лавр жапырағын салам. Картоптарын қайтадан салып, пияздың қалғанын салып, сәбізді картопты салып, нығыздай отырып, бетіне укроп пен паприканы салып, кішкене тұз салып, қара бұрыш салам. Барлық көкөністерімді сап болғаннан кейін қасықпен нығыздап, жақсылап. Азғана май құямыз. Сосын қалған жеріне судың до конца құямыз. Майымыз бен суымыз күйіп алғаннан кейін атысымыздың қақпағын жауып отқа қоямыз. Пешімізге салып 180 градуста 1,5 сағатқа пісіріп аламыз. Ыдыста бұқтырылған тамағымыз пісті міне. Бұқтырылған картоп пен етімізді ыдыстан түсіріп аламыз. Өз соғында қыш құмырада дайындалған картоп пен етіміз бұқтырылып өте иісі деген керемет әдемі болып пісті. Қаласаңыздар пияз салсаңыздар да болады. Өте дәмді керемет ас болды. Ұнаса тіркеліп лайк басыңыздар.